Сәлем достар, қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру. Сабақты бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қолдап кетіңіздер. Бүгін біз сіздермен мынандай тапсырмаларды қысқаша көбейту формуласын қолданып, қалай көбейткіштерге жіктейміз, соны талқылайтын боламыз. Алдымен 25-ті бұл 5-тің квадраты деп жазып аламыз. Қалған өрнектерді солай көшіріп шығайық. X қосу Y-тің квадраты тең 5-тің квадраты және X-тің квадраты. Екеуінің дәрежесі бірдей болғандықтан 5X-тің квадраты деп жазсақ болады. 5X-тің квадраты азайту X плюс Y-тің квадраты. Бұл жерде қараңыздар, екі өрнектің квадраттарының айырымы. Яғни А квадрат минус Б квадрат формуласын қолданамыз. Бұл бізде қалай еді? А плюс Б, А минус Б. Дәл осы формуланы қолданайық. Бірінші жақшада 5X-ті қосамыз X плюс Y-ке. Көбейту. Екінші жақшада 5X-тен азайтамыз X плюс Y-ті. Егер азайту болса, онда мына екінші өрнекті біз міндетті түрде жақшаға алуымыз керек. Тең, бірінші жақшамыз 5X-ті X-ке қоссақ 6X болады. Қосу Y, жақшаларды қоямыз. Көбейту, екінші жақшада 5X азайту X, бұл бізде 4X-ке тең болады. Және жақшаны ашқан кезде минус, мына жердегі плюсқа әсер етеді, минус Y-ке тең болады. Көбейткіштерге жіктесек, осылай болады екен. Келесі тапсырма. А квадрат минус Б квадрат плюс А плюс Б. Алғашқы екі өрнекті топтастырып, оларды қысқаша көбейту формуласын қолданайық. Яғни А минус Б, А плюс Б. Ал екінші мұны қалған өрнектерді топтастырып жазып аламыз. Яғни А плюс Б деп жақша алып қойық. Енді екі жақтада, қосу амалының екі жағында да мынандай өрнектер көріп тұрмын. Бірдей А плюс Б және А плюс Б деген. Осы А плюс Б-ны біз жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Яғни А плюс Б-ны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, көбейту жақшаның ішінде мына бірінші өрнектен А минус Б қалады. Плюс, мына жақта А плюс Б жақшаның сыртына шығарып жібердік қой, оның алдында ештеңе жоқ, ешқандай коэффициент, өрнек жоқ, сондықтан орнында 1 қалады. Сонымен А плюс Б, А минус Б плюс 1-ге тең болады. Келесі тапсырмамыз А куб минус 3А плюс 2. Қалай көбейткіштерге жіктеуге болады? Бұл бізде қысқаша көбейту формуласына келмейді. Бұл жерде, құрметті достар, былай істеп алайық. А куб минус, мынау 3А-мызды былай жазып алуға болады. 3А-ның орнына, минус 3А-ның орнына минус А минус 2А деп жазып алуға болады. Бұл екеуі минус 3А-ны береді. Минус А минус 2А плюс 2. Енді топтастырайық. Алғашқы екеуін бір топтастырамыз, соңғы екеуін топтастырамыз. Алғашқы екеуінен А-ны жақшаның сыртына шығаруға болады. Сонда А квадрат минус 1 қалады. Соңғы екеуінен минус 2-ні жақшаның сыртына шығаруға болады. Минус 2 жақша ішінде А минус 1 тең. Значит, А квадрат минус 1. Яғни А квадрат минус Б квадрат формасын қолдануға болады. А жақша ішінде А минус 1, А плюс 1. Минус 2А минус 1. Әлі есебіміз аяқталмады. Азайтудың екі жағында, азайту амалының екі жағында бірдей өрнектерді көріп тұрмыз. Бұл А минус 1 және А минус 1 деген. Соларды жалпы жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. А минус 1 көбейту
жақша ішінде мына а минус 1-ді шығарып жіберсек, оған не көбейтіліп тұр, солар қалады. А плюс 1. Азайту, мына жерде 2. Ақшамдап қойық. А минус 1. Келесі жақшада а квадрат плюс а минус 2. Так. Оны тағы да көбейткіштерге жүктеуге болады. Оқушыларына екінші жақшамызды ықшамдауға болады. Соңына дейін көбейткіштерге жүктеп қойық. А минус 1. Келесі жақшамызды мына аның орнына былай жазамыз. А квадрат плюс жоқ, былай істейік. Минус а плюс 2а деп жазып алайық, минус 2. Яғни минус а плюс 2а плюс аны береді. Тең а минус 1 көбейту. Келесі жақшада алғашқы екеуінен аның жақшаның сыртына шығарсақ а минус 1 болады. Плюс мына екеуінен 2-ні жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бұл да а минус 1 болады. Тең бірінші а минус 1-іміз солай қалады. Келесі жақшадан а минус 1-ді жақшаның сыртына шығарайық. А минус 1. Сонда жақшаның ішінде а плюс 2 қалады. А плюс 2. В общем, жақшалар көбейіп кетті ғой бізде. Енді соларды кішкене реттестіріп жазып қойық. Жалпы 3 жақшаға жіктедік оқушылар. А минус 1. Келесі тағы да а минус 1. Және а плюс 2. А плюс 2. Мына а минус 1 мен а минус 1-ді а минус 1-дің квадраты деп жазып қойсақ та болады. Көбейту а плюс 2. Так, мынау жауабы. Құрметті достар, мына тапсырмаларды өздеріңіз орындап шығарып көріңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар.